Сөз құдіреті. Қайдан оқығаным есімде жоқ, бірақ мына бір ойлы әңгіме көп жылдан бері жадымда сақталып қалыпты. Аласапыран қан төгіс, қырғын соғыс жүріп жатқан кезде неміс фашизмінің қолбасшысы Германияның фюрері Адольф Гитлер опасыздық жасады деген желеумен 3 генералын абақтыға қаматады. Тергеу біткесін әлгі үшеуін де Гитлердің алдына алып келіп, бұл сатқындардың үкімін өзіңіз шығарасыз, жазасын өзіңіз беріңіз дейді. Сонда фюрер: сатқындарды елден ерекше жазалайық, опасыздардың әрқайсысын жеке-жеке, яғни бөлек камераға отырғызыңдар. Күні бойы тынымсыз классикалық музыка қойып, байлап, алдарына құбырдан баяу су тамшылатып, түстен кейін бұлардың камераларына 1 сағат улы газ жіберіп тұрыңдар. Сонда көреміз, қайсысы улы газға қанша күнге шыдарын, опасыз иттердің дейді. Әлгілерді алып кеткеннен кейін Гитлер үкім орындаушылардың жетекшісін шақырып алып: менің үкімімді жаңа естідіңіз, улы газдың орнына кәдімгі компрессормен жай ауаны жіберіңіздер, тек газды камераға жіберерде улы газды қосамыз деп дауыстап тұрыңдар. Көрейік, олардың жүйкесі шыдамы қанша күнге жетерін деп бұйрық береді. Көп уақыт өтпей-ақ сотталған генералдардың екеуінің жүйкесі сыр беріп, психозға айналып, бірнеше күннен кейін бақилыққа аттанып кетіпті. Ал үшіншісінің денсаулығы күрт нашарлап, хал үстінде болыпты. Дәрігерлер оны стресс дейді. Ол кезде адам бойына адреналин гормоны мөлшерден тыс бөлініп, бүкіл жасаушаларды орынсыз тітіркендіріп, денсаулықты тоздырады. Бұл әңгімеден шығатын тұжырым, жай сөзбен де адамның жүрегіне жазылмас ауыр жара салып, жүйкесін жұқартып, тоздырып, оны өлімге жеткізуге болатыны. Бір сөзбен адамды өсіруге де болады, өшіруге де болады. Міне біз бұл көп мән бере бермейтін сөздің құдіреті, сөздің әсері.